Балжан, басым тұр. Кеше не болды? Балжан, көп болып тұр ішпей кел. Әне, осыны бір алып қояйық. Сосын аяғыламыз. Кеше. Балжан, кішкене ардағы көресің ба? Там аузыңнан банзан иіс шығып отыр ғой. Өзің бақырайып өлгенше ішкен бәлесің ғой түнімен. Сен мен қасымда болған жоқсың ба ішкен кезде? Сол есін білмеймін онша мен де. Балжан, сен класстасың ғой? Класстасың не істейміз енді? Балжан, класстан көп болас бәріміз ғой біз. Істей қойшы. Мау, тамағатты ойладың мұны. Қайын ақша? Жігіттер, попроще сөйлеңдер. Қандай ақша? Жоқ ақша ешқандай ақша. Саған ертең ақы түсінің ма? Ертең алып кетеміз ақшаны қалған. Есіме түсті. Үндістан болған екен ғой кеше. Қойш. Сен ана маған келген екеуін дам-саласын шығарып ұрған екенсің ғой. Конечно, родной мен қып-қызыл тентекпін ғой мен. Төбелестесе отказ жоқ қой, білесің ғой баяғыдан. Бірақ осының дұрыс болмады ау. Олар жай адамдар емес, тамыр. Мен білем ғой. Оны явно тәкең деген жері отыр. Мен оған бір 10 миллиондай қарызым бар еді. Үйті ол екі еселеніп кеткен осы уақытқа дейін. Қойш бауырым, бір шешілер ол теманы, құдай сақтасын. Олар просто адам өлтіруден де тайынбайды. Тамыр, құдай сақтасын, өлтірмейді. Мен анау аяқ киімдерді реттей берейін, сен де жұмысына ретте. Кешке кетеміз. Тоқта! Тоқта! Еміне қашып баратсың? Тұр, еміне қашып баратсыңдар? Сен не қуып баратсың? Не, қуса қаша бересің ма не? Қаяқтан білейін, армиядан ойладым да, братан. Братан, көмектес. Әзерде мен жолдас балам не за что ұсталды, өтініш сөйлесіп берші, братан. Ne kadar kırıp oturatır onu da. Söylesip berem olur mu? Kimler anda bolan sen koğasın bak, özümüzün bir aşkı var mı? Aralashmash bizning tirlikka. Qalay aralashmash? Ya sen tura tur. Brat, istaysiz? Assalomu alaykum, Qozoq eli. Mına Shimkent qalasi, Tafatol tusi bilan Nurret o'rtog'ining oldida mına politsiya xizmatkari jas bola naqaq ustab olib, basina sigirib pichoqlab o'tir mına. Ne sumdiq mına, ne masxara mına? Brat, Zangning odam deydi, zangga qayshi chiqadi, tutama. Qashqaning bari Nur dey berasizmi? Sen bitsiysen 15 ming tenge Nurretdan net al, сол кезде men seni o'chirib tastayman videoni. Juda bir terfilam desa ya. Ashing go, brat. Al, militsiya bor, mana 15 ming tenge berdim, dayin. As bo'lsin. Biz alып үйреніп қалғанбыз ғой, видео үшін бері бар мынаны. Білемін. Видеоны өшіріп тастайсыз ғой. Ертең TikTok'та жүрмей хит болып. Болды, хит болмай. Давай, жігіттер. Кеп тұр. Осы жердеміз, солай жігіттер міне, Восток 33 мекен жайында Нұрет деген магазин ашқан осы. 15 мың теңге сауда жасаған адамдардың арасынан әр айдың 30-ы бір қой ойнатып тұрамын. 15 мың теңге бергендерге 30 мың теңге алса 2 билет береміз. Осы барабан арқылы таңдайды. Ішінен әділ түрде бәрі керемет. Бір қой ма? Бір қой. Молодец, братан, ертең түйе ойнат. Ой, рахмет. Қасқыр ойнат. Бегамот ойнат. Динозаврға дейін барсай, братан. Бұйырса. Рахмет, ауырмай жүріңдер, қашпасаңдар, қаша бермеңдер. Болды, братан. Жақсы. Давай, аман бол, брат. Талғатжан, қалай жағдай? Ассалаумалейкум, қайсың? Уағалейкумассалам, қайсың? Қалай, адамдар қалай, клиенттер қалай келіп жатқан? Жақсы клиенттер болып жатыр. Бізде білесің ғой қазір 50%, 60%, 40% жеңілдік болып отыр. Соны бір 70%-ға көтерген жатырмық құдай қаласа. Халыққа тегін бер десеңші, осым. Ол тегін бергім-ақ келеді Талғатжан. Просто бізде енді әйтеуір япшоке дүкені болған екен, барынша халықты шок қылуымыз керек сен оған. Оныңыз дұрыс. Әйтеуір халыққа қызметіміз жасап, пайдамыз тигізсек ертең қайтады ғой оның барлығы бізге. Қайтса болып па сен? Қайтпай жатты. Сол айтпақшы Талғат, анау білесің ғой жақында РНК дүкенін аштық қой неден? Жангелдин 35-тен. Сол жақта скидка отқан екен, халық қатты көп келіп жатыр. Сатушылар үлгермей жатыр.
Сен әйтеуір барып бас көз болсаң сол жаққа. Болды ғой, как раз ауылда бас көз деп шақырады ғой. Қатырасың да алады сені. Сен онда сол жаққа бара бер, мен осы жақта қалайын. Сіз осы жақтан алыңыз, мен кеттім онда. Болды, жақсы алады. Болды, басеке. Не қой, тыныштық па? бір косяктан 20 миллион теңге ақша бізге қарызым срочно керек болып тұр қазір. Сен кәдімгідей бір түшті үшін темекі сұрай салғандай сұрадың ба? Жоқ мұндай қазір 20 миллион. Жоқ деме, братан. Болмай тұр десе, болмай тұр. Жоқтан Құдай сақтасын деген бар ғой. Мен саған түсіндірейін мұқа. Мен жақта бензин магазин аштым ғой. Бүкіл ақшамды да, нарымды да, барымды да сояққа салып отырмын қазір. Барадым да тірліктерін сезіңдерші, ана аяқ киімдерді ертесіңдерші. Жаңа топ-томалар келіп отырған. Бол базар. Сонда сөз салатын азы бәрін істейтін біз ба? Істейсің ба? Міндетсің бе істеші? Жоқ, хотя бы көмектессе болады ғой. Көтің қысша, көмегің болсын. Өтірік айтып отқан жоқпын ғой, бірақ. Онан болады. Кеттік. Камила осы жер ғой жаңа айтқан сюрпризім. Күшті, рахмет. Романтик екенсің ғой? Қумаш қақтың романтика. Порожняк адам ғой мен негізі. Істедіңдер? Что это, братан? Албандар екеуің жүріп бір адам ұстай алмай жүрсіңдер ма? Или барлық тірлікті өзім шешуім керек па? Отыларың келіп тұр ма, или мына көт ұқсап? Да? Братан, таптым оларды. Болды, қазір барамыз. Жүру керек. Нағаш, қаяқта жүрсің? Кей отсаңдаршы, сендер дайындатқанда дастархан жайып қойып та келсеңдер. Біз самал шығарамыз қазір, айрат. Брасикler ғой, көнчик қазір айырат, жыртылып қылды. Қазір отырсын барысында қайта шапалақ дей беруіміз мүмкін да. Біле білсеңіздер, малды қоздыратын оқалақ, өнер адам қоздыратын шапалақ дей. Біреу бір бөле дедім ғой, Камила? Білмеймін ғой, балалар айырып отыр ғой. Или шашлик істей береміз ба, Сен бір шашлик істерсің, менде анекдот бар. Ана анекдот жыртады қазір. Мынау өтеді қазір. Нағаш, сендерге анекдотым бар менің, короче. Бәрі ауылда бір-ақ паня екен да, бір 30-40 үйге ше. Бір-ақ паня еркектер, әйелдер кезек-кезек түседі екен да, короче. Бірінші бәрі жабылып, еркектер түскен ғой, короче. Еркектер түсіп, жуынып сыртқа шыққанда, әйелдердің кезегі екен ғой. Әйелдер шешініп, уже баняда бәрі түсіп жатқан кезде, баня жарылып кетеді ғой. Әйелдер тар жаңалаш қашып бара жатыр. Сол кезде күйеулер маяқтан жынданып көріп тұрып айтады: қатын, бұтыңды жапқан несі, бетіңді жап, бұтыңды кім көреді деген сияқты да. Балдар негізі сендер шашлик істей бересіңдер ау? Өтпеді мане. Қызық болмай қалды негізі онша, вообще нөл. Шашлик істеп жүр. Камила айып етпеші. Негізі Нормально. местныйда жыртып жүрген балдар ғой, білмеймін ғой, күлдіре алмай қалды ғой. Ал сот десе жайлы. Давай. Камила енді Абай атамыз айтады ғой. Алла тағала адам махаббатпен жаратты. Егер біреу сені сүйсе, сен де оны сүю арқылы жауап қайтаруың керек. Шіле, Абай атамыз маған айтпаған шығар енді. Ой, бір сорлы қыз екен. Романтиканы бытсын шығардың ғой. Тыңдасай до конца. Камила, в общем, мен сені... Алаяқтар, кәнге шейі дос. Тоқтаңдар! Кеттік. Сен мен шашлик деп ойлап қалдың ба? Жоқ, мен райыммын. Тентек болып қалғасын басын. Көтің қышы көмегің болсын, берсей шашлик деді. Братан, қалай болады бүгін? Астын қарашы, астын. Көрші, ана жерді көрші жақсылап. Іздеп отырмын. Шыға саламыз ғой. По-любому ана жаққа дейін жүзіп бару қазір бізге. Тура келмейтін сияқты. Давай оны шығайық. Осы мен өмірімде екі ақ нәрсені мойындағаным ғой. Нені? Біріншісі мектеп кездегі атаманды, екіншісі көңілдесімді. Сен мойындауың бір түрлі емес па? Нормально по идее.
негізі мен ше Райым ше өмірде бір-ақ нәрсенің бойындаймын ғой. Не ол десей? Не ол? Нұреттің шашлығы ғой. Мұнан қазір нағашымның қызы жейді ғой. Жейді бірден нағашыма сөз салады ғой. Сондай татты да бұл. Ертесіне үйінде hello my friends деп отырады ғой, шай құйып. Чотан, балық бізде ойлап қалдыңдар ма?